Ақтөбеде қаржы пирамидасының құрған топқа қатысты сот үкім шықты. Халық арасында Голд деп аталып кеткен ұйымға жетекшілік еткен Ресей азаматы Павел Литвиненко енді 12 жыл түрмеде отыратын болады. Оны екі сыбайласы 900 бен 6 жылға бас бостандығынан айырылды. Бұл қаржылық ұйымға қатысты тергеу 2 жыл бұрын басталған еді. Голд деп аталатын пирамидаға 10 мыңнан астам адам ақша салған. Әсіресе Ақтөбе, Шымкент, Атырау мен Жаңаөзен қалаларының тұрғындары көптеп тартылған. Айналдырған 2 айдың ішінде жұрттың 10 миллиард теңгесін жинап алған. Басында канадалық компанияға инвестиция саласыдар деп алдап, кейін бар ақшаны қалталарына басқан. Қаржы пирамидасын құрған Ресей азаматтары Павел Литвиненко мен Юрий Москвин қылмыс әшкере болғанда қашып кейін ұсталды. Біреуі 12 жыл, екіншісі кәмелетке толмаған баласы бар ескеріліп, 9 жылға бас бостандығынан айырылды. Ал осы топтың үшінші белсенді мүшесі Равиль Қазыбаев салымшылар шу шығарғанда Жаңаөзендегі кеңседен кетпей, біраз адамның ақшасын қайтарып берген үшін жазасы жеңілдетілген. Ол 6 жыл арқалап отыр. Бұл үшеуі Голдқа ақша салған жәбірленушілерге әлі 2,5 миллиард теңге қайтарып берулер керек. Сот документ сотталушылар қылмыстық құқық бұзушылық жасаған үшін кінәлі деп танылып, Литвиненкоға 12 жыл, Москвинге 9 жыл, Қазыбаевқа 6 жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Сонымен қатар, барлық сотталушылар 7 жыл мерзімге коммерциялық және қаржы ұйымдарында басшы лауазымдарды атқару құқығынан айырылды.